Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, сіздермен Қанжар ММА арнасы, және де бүгін біз сіздермен UFC Абу Даби турнирі туралы сөз қозғайтын боламыз. Яғни Fight Night турнир Абу Дабиде, Дубайда өтеді. 26 шілде күні кешкі сағат 6-да басталады турнир, басты карт сағат 9-да. Бұл турнирде қандай қызықты жекпе-жектер бар? Жалпы UFC бұл Араб елдеріне, Абу Дабиге, Катарға соңғы 4-5 жылдың ішінде өте керемет, өте қарқынды түрде кіріп келе жатыр. Бұл жақта өздерінің мықты жанкүйерлері бар, бірақ та өздерінің мықты жауынгерлері жоқ. Яғни мықты біз арабтың жауынгерлерін көрген емеспіз UFC-де. Болған бір-екі жауынгер, бірақ олар өздерін қатты көрсете алмаған. Араб елдерінің атынан шығатын дағыстандықтар, шешендер бар. Көбінесе бұл жақта енді мұсылман жұрты болғандықтан өздерінің бауырлары үшін, ағайындары үшін, мұсылман жұрты үшін үлкен жанкүйер болады. Яғни бұл жақта көбінесе ресейлік, Кавказ елінен шыққан, Қазақстаннан, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінен, Тәжікстаннан шыққан сондай жауынгерлер көбінесе өнер көрсетеді. Бұл жақта көбінесе Шарабулетті жақсы көреді, және де Ислам Махачевті жақсы көреді, Хамзат Чимаевті жақсы көреді, және тағы да басқа. Бұл турнирде басты жекпе-жек ретінде 5 раундтық айқас болады. Екі ресейлік жауынгердің арасында 93 килограммдағы титулға шығу үшін, үміткер атану үшін арналған жекпе-жек. Бұрынғы чемпион, бірінші нөмір бұл салмақтағы Магомед Анкалаев. Оның қарсыласы, Ресейден деп айттым, Ресей және Өзбекстан туларын қатар алып жүретін Богдан Гуськов. Ол қазір 10-шы орында тұр. Бұл жекпе-жекте Богдан Гуськов заменаға шығып отыр. Бұған дейін Магомед Анкалаев Халил Раунтримен шығу керек болатын. Магомед Анкалаев өзінің сұхбаттарында айтқан болатын, Халил Раунтримен жекпе-жектескім келді, бірақ та енді қазір заменаға Богдан Гуськов шықты. Бұл жерде аса үлкен айырмашылық жоқ, тек қана олардың стойкаларында деген болатын. Яғни Халил Раунтри солақай болса, Богдан Гуськов оңақай. Яғни Гуськов та Раунтрида тік тұрып төбелесетін жауынгерлер, ауыр соққылары бар жауынгерлер. Бұл жолы 5 раунд. Бұған дейін Гуськов UFC-де 5 раунд төбелескен жоқ. Богдан Гуськовтан бастайық, 10-шы нөмір, яғни көк бұрыштан шығады. Богдан Гуськов негізінде Ян Блаховичпен шығу керек болған, осы 1 тамыз күні. Бірақ жаңағы Халил Раунтри ұшып кеткендіктен, жекпе-жектен матчмейкерлер, менеджерлер жаңағы алдымен Ян Блаховичке хабарласады. Магомед Анкалаевпен шығасың ба деп. Ян Блахович ойланайын бір күн анау-мынау деген кезде Богдан Гуськов 15 секундтың ішінде жекпе-жекті қабылдап бірден келіскен болатын. Соның арқасында мінекей тіпті мейн-ивенттен бірақ шықты 5 раунд. Бұған дейін Богдан Гуськов UFC-ге қысқа мерзімде кірген болатын, Волкан Оздемирмен шыққан. Волкан Оздемирмен шығып, 2-ші раундта Волкан Оздемир Гуськовты қылқындырып сабмишнмен жеңіп кеткен болатын. Одан кейін Богдан Гуськов ақырындап нокауттар жасап, ақырындап келе жатыр. Яғни алдымен Зак Пауга дегенді берді, оны ұйықтап тастады. Райан Спенді берді, оны да ұйықтатты. Одан кейін Гуськов қателеспесем Крыловпен шықты ғой дейме. Немесе Крыловқа дейін бір жекпе-жек болған болу керек. Яғни Никита Крыловты ұйықтап тастады, және одан кейін Ян Блаховичпен шыққан болатын. Блаховичті құлатты 2-ші раундта, нокдаун жасады, көптеген гранд паундта соққыларында бағыттаған, бірақ дәл сол 2-ші раундты 10-8-бен алып тұрып, 1-ші және 3-ші раундтарды жеңіліп қалған болатын. Яғни 42 жастағы Блаховичке. Соның арқасында екеуі тең түскен болатын. Содан кейін енді міне Гуськов Блахович деген жекпе-жектің реваншын жасауға UFC тырысып жатыр. Осы жылдың наурыз айында деді, мамыр айында деді, енді міне тамызға әкелген еді. Енді Гуськовты алып алды бұл жерден. Енді Гуськов ол жақта 3 раундтық жекпе-жекке дайындалған Гуськов енді 5 раундқа шығады. Функционалдық дайындығы қалай болады екен, ол енді белгісіз шыны керек. Гуськов қазір енді Гор ММА залында дайындалады. Гор Азизянның бастауымен жүрген зал, команда. Шарабулетпен дайындалады, Сергей Павловичпен дайындалады, Вальтер Уокермен дайындалады Гуськов. Енді Гуськовтың күрес жағынан сұрақтар бар. Мен есіме түсті, Билли Элекана деген жігітті де ұйықтап тастаған Гуськов.
Гуськовтың күресінде үлкен сұрақтар бар. Дәл осы Элекана оны біраз күрестен алған болатын. Райан Спен біраз күрес Гуськовты алған. Не Оздемирден қылқынып қалған. Гуськов таза нокаутер. Оның сабмишіндері бар бірнеше, қателеспесем 2-3. Бірақ көбінесе нокауттар, Гуськов көбінесе жекпе-жектердің мерзімінен бұрын аяқтағанды жақсы көреді. Ауыр соққысына сенеді, бірақ енді жаңағы ұпай жинау жағынан, күрес жағынан үлкен сұрақтар бар. Және функционал жағынан да үлкен сұрақ бар осы жолы, себебі қысқа уақытта шығып отыр. Магомед Анкалаев бұрынғы чемпион деп айттық, бірақ көп адамдар, көп жанкүйерлер бұл салмақта Магомед Анкалаевты титулы жоқ чемпион деп санайды. Яғни халық арасындағы чемпион. Неге? Қазір чемпион Карлос Олберг. Карлос Олберг Иржи Прохасканы жеңді. Ал Прохасканы көбісі бұл салмақта чемпион ретінде, үміткер ретінде қарастырмайды да. Егер Анкалаев Олберг деген жекпе-жек болса, Анкалаев жеңіп кетереді деп барлық жанкүйерлердің ойында бұл бар. Магомед Анкалаев Алекс Перейраны жеңіп титул тартып алған болатын. 5 раунд бойы сабаған еді. Бірақ келесі жекпе-жегінде қабырға жарақатымен шығып, жаңағы Перейраның ауыр соққысы тиіп, Магомед Анкалаев жатып қалған еді. Сол жерде Перейра гранд паундпен жеңген. Бірақ Анкалаев өзі айтты, ол жерде нокаут болған жоқ. Жанкүйерлер жаңаға жарақатпен шықтым деген сияқты айтқан болатын. Ешқандай ақталу жоқ деді. Ары қарай жұмыс жасаймыз деп өзінің жұмысын жасап кеткен болады. Міне осымен сол титулынан айырылғаннан кейінгі алғашқы жекпе-жегі. Анкалаевқа енді бірден бұдан кейін титулды бере ме бермей ме белгісіз. Бірақ жаңағы Дана Уайттың айтқаны бойынша жылдың соңына қарай уақытша белбеу кіргізілуі мүмкін. Себебі Карлос Олберг жарақат алған болатын. 1 жылдан аса уақыт октагонға шықпайды деген сыбыс бар. Сондықтан, егер бұл жекпе-жекті жеңген адам, яғни керемет жеңіс болса, бұл жерде уақытынан бұрын, мерзімнен бұрын болса, нокаут болса, онда бәлкім сол уақытша белбеуге таласуы мүмкін. Кіммен таласады деген сұрақ бар. Тағы да Прохаскаға беріп жібермейтін шығар енді. Себебі енді Прохаска деген білмеймін, қайта-қайта титулға шыға береді, ұтылса да дегендей ғой. Пауло Коста бар, ол жақта енді Азамат Мурзаканов деген жігіт жеңген болатын. Бұған дейін жеңілмеген Мурзаканов. Коста оны жеңіп тастады. Одан кейін тағы да кім бар еді бұл салмақта? Тағы да бұл салмақта жаңағы Блахович бар. Блахович Наваха Стирлинг деген жігітпен шығады, Адесанияның досымен. Ол жекпе-жекті жеңген адамда теориялық тұрғыда титулға шығып кетуі мүмкін. Бірақ енді кім біледі? Көре жатармыз тағы да. Келесі жекпе-жек, қосалқы басты жекпе-жек бізде Рамазан Темиров, Стив Эрцик. Өзбек ағайынымыз Рамазанбек Темиров 57 килограммдағы жауынгер. Стив Эрцик топ 15-ке кіретін жауынгер, кезінде титулға үміткер болған. Алешандре Пантожамен 5 раунд өткен титулғы жекпе-жекте 3-2 есебімен жеңіліп қалған. Соңғы раундты тіпті өзінің қателігінен беріп қойды деп айтсақ болады. Себебі ана жерде күреске кіріп кеткен болатын Пантожаға қарсы. Ол жерде күреспей жаңағы стойкада тік тұрып айқасқанында бәлкім титулды алып та кетер еді. Австралиялық жауынгер көбінесе тік тұрып төбелеседі. Күресі де жаман емес, бірақ енді сұмдық грэплер, сұмдық джитсер деп айта алмаймыз. Өте ортаңғол дәрежеде күреседі, бірақ стойкада жаңағы асықпай жүріп өзінің жұмысын жасай алады. Рамазанбек Темиров дәл қазіргі сәтте топ 15-ке кірмейді. Былтырғы уақытта топ 15-ке кірген. Былтыр жаңағы Баку турнирінде, жоқ, кешірім сұрайын, Баку емес. Былтырғы Катарда болған турнирде Асу Алмабаевпен шығу керек болған Рамазанбек Темиров. Бірақ жаңағы өзінің допинге шығып қалып, өзі мойындаған болатын, осындай ішіп қойдым деген сияқты. Содан кейін жаңағы 1 жылға дисквалификация алып, міне енді оралып отыр. Бірден топ 15-тегі жауынгерді берді, тіпті өзіне аңғайлы деп айтар едім. Рамазанбек Темиров ол нокаутер. Ұпайға жұмыс жасай алмайды, кардиосы мықты деп айта алмаймыз, күресі де өте ортаңғол, бірақ нокауттары керемет, қолы ауыр. Біздің Бекзат Алмахан сияқты өте жеңіл салмақтағы қолы ауыр жігіттердің бірі. UFC-де Си-Джей Вергараны ұйықтатып тастаған, және де қателеспесем Чарльз Джонсонды төрешілер шешімімен ұтқан. Бұл жекпе-жекте Рамазанбек Темиров жеңіске жетуі керек, себебі енді бірталай болды, жекпе-жекке шыққан жоқ, 1,5 жылдай уақыт болды. Бұған дейін біз оның Азат Мақсұммен жасаған грэпплинг матчын көрген болатынбыз. Және де енді Рамазанбек Темиров 1,5 жылда өзінің күресінде дайындап, бәлкім функционалында дайындап, бұл жекпе-жекке дайын болып, сақадай сай болып шығады деген үміттеміз. Рамазанбек Темиров бауырымызға сенеміз, жеңіс күтетін боламыз бұл жігіттен де.
Енді негізінен қарап отырсақ, енді жаңағы UFC-дің мен карточкасын ашып отырмын ғой, бүкіл карт бар, бүкіл жаңағы жекпе-жектер тұрған. Басты жекпе-жекте Магомед Анкалаев, Богдан Гуськовты Өзбекстан туып отыр. Басты жекпе-жек. Бұдан кейін қосалқы басты жекпе-жек Стив Эрцик, Рамазанбек Темировты Өзбекстанның туып отыр. Яғни Абу-Дабидегі турнирде екі басты жекпе-жекте екі өзбекстандық жауынгер шығады. Бұл да өте керемет, Біз де өзіміздің Қазақстанның туын көргіміз келеді мұндай басты жекпе-жектерде. Әлі де ол күнге жетеріміз иншаллах бұйырса. Тағы қандай қызықты жекпе-жектер бар, бұл жерде дағыстандық жауынгерлер көп. Хабибтің, Ислам Махачевтің командасынан келе жатқан Чанко лақап атымен танымал Магомед Зайнуков. Оны шетелде жаңағы Джон Порк деп айтады, бірақ енді Джон Порк емес, ол Чанко. Чанко деген яғни өзінің ауылының аты деп айтқан болатын. Қарсыласы Ржепецкий, Илья Тапурияның командасынан жігіт екен. Бұл жекпе-жекте енді текетірес басталып кетті екі команда арасында, яғни Махачев пен Тапурияның командалары дейміз бе, әлде Хабиб пен Тапурияның командалары дейміз бе. Қалай айтсақ та екі команданың атынан шығып отырған жас жеңілмеген жауынгерлер. Екеуі де қателеспесем нөлдері бар, қателеспесем 8-0, 9-0 ме, сондай болу керек. Енді Магомед Зайнуков, ол Хабиб емес, Ислам емес. Магомед Зайнуков көбінесе тік тұрып айқасады. Ушу санда дейді, басқасы басқа. Жаңағы тік тұрып айқасты өте керемет көрсетеді өзінің өнерін. Аяғымен де жақсы жұмыс жасайды, қолмен де жақсы жұмыс жасайды. Күресі де жаман емес, ортан қол дәрежеде. Енді ол командада жүріп, күресі әлсіз деген жігіттерді мен көрмеппін шыны керек. Ржепецкий туралы ештеңе айта алмаймын. Мен ойлаймын бұл жерде менталдық тұрғыда Магомед Зайнуков бір бас жоғары болу керек. Бірақ бәлкім біз ұтылмаған жауынгерлердің өте қызықты жекпе-жегін көріп қалуымыз да мүмкін. Бұл дебют Магомед Зайнуков үшін. Бұған дейін Dana White Contender сериясінде жеңіске жеткен болатын. Одан кейін ауыр салмақтағы топ жігіттер бар. Ризван Куниев, тағы да дағыстандық, тағы да ушу сайында, тағы да тік тұрып айқасатын жауынгер. Қарсыласы америкалық күресетін жігіт Тайрел Форчун. Кезінде Беллаторда өнер көрсеткен, тіпті еркін күрестен Олимпиадаға бармақшы болған екен бұл жігіт. Енді көбісі айтып жатады, енді күрес ондай керемет емес, Олимпиадаға баратындай деп. Бірақ бәлкім Куниевті қадап тастауы мүмкін. Себебі Куниевтің күресі керемет деп айта алмаймын. Ол мықты жаңағы күресетін жігіттермен кездесті UFC'де, Чайлтон Алмейдамен, Кертис Блейдспен. Блейдс тейкдаундар жасаған, бірақ Блейдс қазір мүлдем бұрынғы Блейдс емес. Алмейда мүлдем күреспей қойды ол жекпе-жекті, содан кейін тіпті Алмейдан UFC'ден шығарып жүрген болатын. Ал енді Тайрел Форчун расымен де денді күреске қоятын болса, бәлкім нәтиже шығару мүмкін. Бірақ көбісі Ризван Куниевтің жеңісіне сенімді. Қанша жерден Тайрел Форчун Ризван Куниевті қадасын, контроль жасасын, бірақ менің ойымша Ризван Куниев жеңіске жетеді. Себебі Ризван Куниевтің қолы ауыр, жаңағы тік тұрып айқаста өте әсерлі жекпе-жектер көрсетеді. Сондықтан бұл жекпе-жекте мен Ризван Куниевтен нокаут деп ойлайтын едім. ТМД елдері үшін тағы да бір өте қызықты жекпе-жек. Тіпті Ресей үшін өте қызықты жекпе-жек. Хамзат Чимаевтың досы, ACA лигасының бұрынғы чемпионы Абубакар Вагаев. Оған қарсы Хабибтің командасынан Сайгид Изагахмаев. Сайгид Изагахмаев былтыр UFC'де дебют жасаған болатын. Қарсыласы Николас Далбиге ұтылған болатын төрешілі шешімімен. Абубакар Вагаев үшін бұл дебюттық жекпе-жек. Бұған дейін Абубакар Вагаев Магомед Расул Гасановпен шығу керек болатын UFC'де, бірақ та Гасанов жаңағы допинг тестированиядан әлі өте қоймағандықтан, тексерістердің уақыты ұзақ болғандықтан бұл жекпе-жектен жаңағы шығып кеткен болатын. Оның орнына дәл сол командадан Сайгид Изагахмаев кіріп отыр. Енді мен ойлаймын, бұл жерде Абубакар Вагаев өзін жақсы көрсету керек, себебі Сайгид, енді білмеймін. Мен Николас Далби мен Сайгидтің жекпе-жегін көрдім, маған Сайгид Изагахмаевтың жекпе-жегі ұнаған жоқ. Білмеймін енді ол жекпе-жекте не болды, бәлкім жарақат болды ма, басқасы болды ма, бірақ Абубакар Вагаевтың жеңісін көріп тұрмын бұл жекпе-жекте. Келесі бізде Вальтер Уокер, Томас Петерсон. Бұл кімдер десеңіздер, Вальтер Уокер деген, мінекей жаңағы айтып өткен Гор MMA деген команда, Гор Азизянның оқушысы. Шарабулетпен, Богдан Гуськовпен, Сергей Павловичпен дайындалады. Бразилиялық ұлты, бұл біздегі Джонни Уокердің бауыры, інісі, Ресейде тұрады, әйелі ресейлік, жаңағы орыс қызды алған, және де орысша сөйлейді бұл жігіт бразилиялық. Және Джонни Уокерден тік тұрып айқасатын зрелищный жігіт болса, ал мына Уальтер Уокер қазір UFC'де рекорд жасап жатыр.
4 жекпе-жек қатарынан тобыққа ауырту әдісін тартқан. Хил хук дейді. Енді бұл жол 5-ші рет тартып тастаймын деп отыр. Қалай болады екен 5-ші рет? Томас Петерсон деген енді былай ортанқол жауынгер, Шамиль Газиевтен ұйықтап қалған деген сияқты ғой. Мен ойлаймын Уайлдер Уокер тағы да бірінші раундтың көлемінде аяққа ауырту әдісімен жеңіске жетуі мүмкін. Тағы қандай бізге қызықты жекпе-жектер бар бұл жерде? Бұл жерде Нурулло Алиев бар. Тәжік жігіті екінші Хабиб дейді. Неге екінші Хабиб? Таджикский орел деп айтқан өзін. Бұл жігіттің түрі Хабибқа ұқсайды. Тәжікстан атынан шығады, дәл солай күреседі, дәл сол жеңіл салмақта Нурулло Алиев. Өте мықты жігіт, қателеспесем 10-0 ма, 11-0 ма сондай болу керек рекорды. Қарсыласы Майк Дэвис. Соңғы 6 жекпе-жектің қателеспесем 5-еуін жеңген. Өте сондай шаршамайтын, өте сондай алдыға бара беретін, ұмтыла беретін америкалық жауынгер. Бірақ Нурулло Алиевтің күресі, Нурулло Алиевтің кардио жағынан дайындығы барлығы бұл жекпе-жекте басым болу керек, себебі Абу-Дабиде болып отыр. Нурулло Алиев өте потенциал жоғары жігіт, күресте өте жоғары деңгейде, жаңағы тіпті тік тұрып айқасқанда да өзінің соққыларын бағыттайды, кішкене дамып жатыр. Бірақ бір ғана бір шикілік бар, ол өте сирек жекпе-жекке шығады. Жылына 1 рет, 2 жылда 1 рет, солай. UFC-де қателеспесем 3-0 болу керек. Немесе 4-ші жекпе-жегі ма сондай. Жалпы осы бұл турнир бойынша 26 шілде сағат 6-да басталады. Басты жекпе-жектер 9-да басталады. Барлығыңыз көріңіздер турнирді. Былтырғы турнирлер сияқты Абу-Дабидегі, Катардағы турнирлер сияқты өте қатты қызық емес. Бұл жерде Ресейдің жігіттер, жауынгерлері өте көп. Біздің қазақстандық жауынгерлер жоқ бұл жоқта. Қазақстандық жауынгерлерге келмекші Дияр Нұрғожай осы тамыз айында жекпе-жекке шығады. Өзінің контракт бойынша соңғы жекпе-жегі. Ол туралы да әлі сөйлесе жататын боламыз. Бұл турнирді көресіздер ме, көрмейсіздер ме? Турнирдегі басты жекпе-жек туралы ойларыңыз қандай? Барлығын комментарийде жаза отырыңыздар. Сіздермен болған Қанжар ММА арнасы, мен Нариман Шаймерденов. Рахмет назарларыңызға, сау болыңыздар.